Tokozak. Барлығымыз TikTok-тың не екенін білеміз. TikTok деген ол қысқа видеолардан тұратын керемет приложение. Ал сіз осы приложениенің қараңғы жақтарын білесіз бе? Бүгін біз сіздерге TikTok-тағы ең қорқынышты видеоларды көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Осы видеоның авторы TikTok-қа видео түсірмекші болады. Және ол видеода билеп жатырған кезде артынан белгісіз біреу басын шығарады. Бір қызығы бұл мақұлықты қыздың өзі байқамаған көрінеді. Егер видеоны жай қылсақ, оңда біз жарқыраған көздер бар қорқынышты бейнені анық көреміз. Өкінішке орай бұл видео туралы ақпараттар жоқ. Ал бұл әйел өзінің TikTok аккаунтына видео түсірмекші болады. Кенеттен әйелдің артынан адамға ұқсас қара фигура жүгіріп өтеді. Адамдар бұл видеоны жалған дейді. Егер де бұл қара фигура шынымен де елес болса, онда әйелдің өзі байқайтын еді ғой. Жалпы менің ойымша бұл видео жалған көрінеді. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Комментарийге жазып кетіңіздер. Бұл видеоны баланың әкесі түсірген болатын. Әкесі баласының жанында жатқан тағы бір балаға назар аударады. Және әкесі қорыққаннан бірден баласының бөлмесіне барса, ол жерде ешкім жоқ. Балаға ұқсайтын бұл нәрсе әкесінің ғана емес, мені де таңғалдырды. Өйткені видеоға мұқият қарасақ, бұл нәрсе шынымен де балаға ұқсайды. Сөйтсек, бұл жай ғана көрпе немесе ойыншық болып шықты. Бұл видеоның авторлары алдарына не болатынын ойламады. Екі жігіт жергілікті зираттардың бірін зерттеп видеоға түсірмекші болады. Видео зиратта бірнеше сағат болғаннан кейін TikTok-қа жүктелген. Жігіттер ескі бір қабірді байқап, сол жерге жақындайды. Және ең қызығы, оператор камераны қабірге жақындатқан кезде осы видеоны көрген кейбір адамдардың айтуы бойынша бұл қайтыс болған адам немесе зомби дейді. Әрине бұл видео монтаж екені және өтірік екені айтпаса да көрініп тұр ғой. Үйінде жалғыз қалған жігіт өзінің бейін TikTok-қа түсірмекші болады. Видеода баспалдақтан, яғни жігіттің артынан біреу басын шығарады. Көрермендер бірден бұл видеоны жоққа шығарды. Яғни видеоны жігіттің өзі әдейі түсірді дейді. Автордың айтуы бойынша ол видео кезінде ешкімді байқамаған және сол күні үйінде жалғыз қалған, тіпті сол видеодан кейін түнде қорқынышты түстер көргенін айтады. Ал сіздер бұл видеоға сенесіздер ме? Комментарийге жазып кетіңіздер. Рико есімді тиктокер орманнан бір түрлі дауыстарды естігеннен кейін сол жаққа қарай жақындаған. Және бір қызығы, оның алдынан өте үлкен белгісіз тіршілік иесі шығады. Жалпы бұл видеоға бас ауыртудың керегі жоқ. Видеоның 100% өтірік екені көрініп тұр. Немесе бұл үлкен аю. В общем, комментарийге жазып кетіңіздер. Сейдінде есімді тиктокер қабырғадан бір немесе екі елестің табылғанына сенімді. Жалпы TikTok-та маска деген зат бар. Маска адамның бетіне ғана қолданылады. Егер адамның беті көрінбесе, онда маска да көрінбейді. Сонда бұл қыз мына маскаларды қалай шығарып отыр? Қыздың айтуы бойынша бұл жерде елес бар. Және ол елеске тілін шығаруын айтады. Бір қызығы, маска сол сәтте тілін шығарады. Stick your tongues out if you can see me. Yo, there's two of them. Әрине бұл жай ғана кездейсоқтық деп ойлаймын.
Автор одан кейін жақсы немесе жаман деп сұрақ қойғанда барлық маскалар бірден жоғалады. Ал бұл видеоны мен рекомендациядан көрген болатынмын, және бірден осы видеоға қосуды жөн көрдім. Видеоның авторлары қорқынышты видео түсіргісі келмей әйтеуір адамдарды қорқытып қояды екен. Көрермендер бұл видеоның жалған екенін бірден біліп қойды. Тіпті кейбіреулері мазақ қылған көрінеді. Әрине мұндай видеоны мен де көрмес едім. الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر بسم الله الرحمن الرحيم لا أحمد Бұл видеоның авторы ұшақта ұшу кезінде қорқынышты оқиғаға тап болды. Тіпті автор бұл оқиғаны ешқашан ұмытпайды. Әрине бұл жай ғана мониторлардың қателігі десек те болады. Дегенмен видео шынымен де қорқынышты көрінеді. Тіпті адамдардың отырысы да күдікті көрінетін сияқты. Бірақ қорқатын ештеңесі жоқ. Бұл жай ғана кездейсоқ қой. Джордан есімді тиктокер жаңбырлы жолда келе жатыр. Және оның досы жолдың бойында жалғыз тұрған қызды көреді. Әрине мен бұл видео туралы ештеңе айта алмаймын. Бәлкім бұл пранк шығар. Немесе бұл ешқандай елес емес, жай ғана бұл қызға көмек керек шығар. Белгісіз. Түнгі сағат қанша болды? 4:20 кетті. Капец, неғып біреу тұр. Тоқылда да тұрыпсың, сықмыспай жатыр. Азер в шоке. Барсақ құдай қонағымыз дейді, прикинь. Қараңдар, зомби. Атырау облысында болған түсініксіз жағдай. Әрине біз бұл видеоны келесі видеоға қалдырамыз. Ол үшін сіздер осы видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны баспаған болсаңыздар басып, күтесіздер, короче. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.